Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай керемет таңғы ас дайындайтын боламыз. Алдыменен менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Үлкенірек бір ыдыс аламыз да, оған 3 жұмыртқамызды жарып саламыз. Және де оның үстіне сүтімізді құямыз, және тұзымызды дәміне қарай салып, барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз. Сұйықтығымыз әдемі біркелкі болып шыққанша жақсылап араластырып аламыз. Осы уақыт аралығында шұңғылдау бір ыдысымызға су құйып, отқа қойып қоямыз. Суымыз қайнаған кезде жаңағы дайын болған құймамызды осылай ыдысыменен қайнап тұрған судың үстіне қойып қоямыз. Шамаменен 15 минуттай қайнатып аламыз. Мінекей, осылай қайнатып аламыз. Бұл тағам өте керемет болып шығады. Әрі майға қуырылмаған, жай ғана осылай буда піскендіктен денсаулыққа өте пайдалы болады. Егер де сіздерге осы менің бүгінгі жасаған таңғы асым ұнап жатса, сіздер де осылай жасап көріңіздер. Мінекей қараңыздар, қандай керемет. Дәмі өте дәмді. Көрдіңіздер ме? Міне өзі өте үлпілдек, жұмсақ, дәмі де ерекше. Менің бүгінгі видеомды көріп тамашалағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.